Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі роликте сіздерге Hive проекттің қалай табыс табуға болатынын көрсетемін. Бүгін Hive проекттің аты Red деп аталады. Бұл сайттың сілтемесі осы бейнероликтің описаниясында тұр. Бастапқыда бірінші бізге регистрация өту керек. Одан кейін бұл жақта бізге VIP статус сатып алу керек. VIP-тің бұл жақта түрлері көп. Біріншісі бізде бірде $64 табыс алып келіп отыратын бұл жақта Red 1 деген бар. Бұл Red 1-ді біз қателеспесек азайтып $4-10 сатып алатын боламыз. Міне қазір ғана мен бұл сатып алдым, менде Red 1 доступна болып тұр. Одан кейін сіз одан да көп ерек табыс тапқыңыз келсе, онда Red 2 бар. Бұл жақта сіз күнделікті табысыңыз $6 болады. Бұны сатып алу үшін сізге $9 шотыңызға құю керек. $9 жалпы ақшаны құю үшін бұл жаққа перезарядка деген түймені басамыз. Одан кейін бізге адрес кошелек таңдау керек. Мысалы ретінде 320 USDT және осы адрес кошелекқа маған бағанағы $4-1 немесе $9 құю керек. Мысалы мен $4-1 құйдым және де менде бірден уже дивиденді күнделікті алып отырсам болады. Ол үшін задача бөліміне кіріп, завершить деген түймені сіздер 24 сағат сайын басып отыру керексіздер. Сол арқылы сіздер күнделікті дивиденді алып отыратын боласыздар. Именно қай уақытта десеңіздер, мына сброс задачи деген бар, яғни обратный счетчик жүріп жатады. Осы біткен күтесіз, біткеннен кейін келесі обратный счетчик 24 сағаттық басталады. Сол кезде сіз екінші табысыңызды алатын боласыздар. Енді бұл жақта ақшаны шешу үшін міне бөліміне кіріп отзывать дегенді басасыздар. Одан кейін мына жақта 3x немесе Web20 USD арқылы шеше аласыздар. Мен қазір Web20-ны таңдаймын. Сумманы мына жаққа енгіземін, адрес кошелегімізді жазамыз және де парольді бастапқыда регистрация өткен кезде пароль безопасности ойлап тапқанды осы жаққа каждый раз ақшаны шешкен сайын енгізесіздер және де поддержать деген түймені басамыз. Ақша сәтті шығарылды дейді және сіздер бұл бірінші табысымыз өзіміздің кошелегімізге сәтті түседі. Қалған табыстар түсе ме түспей ме, оны менің телеграм группамнан қарай аласыздар. Телеграм группаны сілтемесі описанияда тұр. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.